Франкистан Рейберді президент сайлавларының бірінші басамағы сонуна етті. Мемлекетінің іч ішлер назерлігі қайды еткені кебі, сонки 40 ел ичерісінде сайлавларға о қадар чоқ сайлайыжы қошылмаған екен. Незаретчілер есе сайлав бөліклерінде олған ефбетлер ақында білдіре. Бірінші басамақның ресми нәтижелеріні чаршынбе күні апрелінің 26-сында Анаяса Шурасының рейсі Лоран Фабио сәслендірежек. Амма девлет башы ярыне кечежек эки намзет енді белі. Финалға Авропа тарафдары Эммануэль Макрон илері фирқасы сақ радикаль популист Марин Ле Пен мили жебе фирқасының темселжісі кечкенлер. Шымды олған малюматқа көре, оларға сайлайжыларының 24,21,5 файызы қол тұтты. Намзетлерден ич бірі 50 файыздан зиеді рейіні қазан мақаны üçün ғалипны майысының едісінде кечірілежек екінші турда сайлай жақтар.